Құрамы өте қарапайым, тез уақытта дайын болатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Келесіде жақсы видеоларды көріп тұру үшін. Құрамына керекті заттарды жазып қойдым. Описание бөліміне де қалдыратын боламын. Қонақ келген кезде лезде дайын болады. Жұмыртқамызбен қантымызды жақсылап отырып аппақ болғанша миксермен араластырамыз. Қант пен жұмыртқамыз дайын болған соң сүтімізді, майымызды, өлшеп алған ванилин, разрыхлителерімізді салып, барлығын миксердің ақырын өлшемі болса сонымен араластырыңыздар. Болмаса, осындай лопаткамен ақырындап көбігі басылып қалмасын, біртіндеп араластырып шығыңыздар. Сосын ұнды біртіндеп саламыз, бірден салмаймыз, ақырындап салып отырып араластырып аламыз. Барлығын жақсылап отырып араластырамыз. Ешқандай арасында нелер қалып қалмасын, комоктар. Лимонның қабығын күштен өткізіп, бар болса салыңыздар, жоқ болса аса маңызды емес. Тек жақсы иіс беру үшін ғана. Менің пирогым дайын болды. Барлығын мен жазғандай, описанияда қалдырғандай рецептпен жазатын болсаңыздар, тура осындай шығатын болады. Духовкадан шыққаннан кейін пирогты азырақ 5-10 минут суытып алып, осындай тарелкаға салыңыздар да, бетіне сахарный пудра сеуіп ұсынсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Дәмі тілге үйіретін пирогты жасап көрулеріңізге болады. Өте керемет, әрі құрамы оңай. Тура осындай пирог шыққанын қаласаңыз, мен берген рецепт бойынша жасаңыз. Кез келген адам жасай алады. Пирог жасай алмайтын адамның өзі осы рецептпен жасаса өте әдемі шығатын болады. Менің каналыма тіркеліп лайк басыңыз, және де пирог жасай алмайтын досыңызға жіберіп жеріңіз. Сізге үлкен алғыс айтатын боламын. Рахмет.